Мекке түбектің саяси экономикалық жүйесінде ерекше орын алды. Қаланың басқаруы беделі зор болған Құрайш тайпасының қолында еді. Олар Йеменді Сириямен байланыстыратын сауда жолдарын бақылап, керуен саудасын ұйымдастырды. Жылына 2 рет Құрайштар үлкен керуендер жөнелтті. Қыста Йеменге, жазда Сирияға. Бұл Меккенің тұрақты экономикалық жағдайын қамтамасыз етті. Жыл сайынғы жәрмеңкелер, мысалы Указ базары, тауар алмасудың, мәдени байланыстардың және поэзияны тарату орталығы болатын. Екінші тарау Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам. Екінші параграф Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлыққа дейінгі өмірі және уахидің бастауы. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 570 жылы дүниеге келді. Бұл жыл тарихта піл жылы Ам-әл-Фил деген атпен белгілі. Сол жылы Йемен билеушісі Әбраха Қағбаны қиратып тастауды ойлап Меккеге әскерін алып келген еді, бірақ ол керемет түрде жойылды. Бұл оқиға арабтардың жадында терең із қалдырды. Ал сол жылы Бану Хашим әулетінен туған сәбидің дүниеге келуі маңызды белгі ретінде қабылданды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Құрайш тайпасынан шыққан, ал оның әулеті Бану Хашим Меккеде аса құрметке ие болатын. Пайғамбардың әкесі Абдуллах Бану Хашим Меккеде аса құрметке ие болатын. Пайғамбардың әкесі Абдуллах ол дүниеге келмей тұрып қайтыс болды. Ал анасы Амина бинт Уахб оның 6 жасында өмірден өтті. Ерте жетім қалуы оның өмірлік жолының маңызды бөлігі болды. Алдымен оны атасы Абд-әл-Мутталиб қамқорлығына алды. Ол Құрайш арасында беделді адам еді. Атасы қайтыс болған соң қамқорлықты ағасы Әбу Талиб жалғастырды. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам балалық және жастық шағы рудың ар-намысы мен шөлдегі қатал жағдайда тірі қалу қабілеті басты құндылық саналатын ортада өтті. Ерте жастан ру өміріне қатысу оның дербестігін өз күшіне сүйене білуді қалыптастырды. Риуаяттарға қарағанда, ол бала кезінде қой баққан, ал бұл Арабиядағы балалар мен жасөспірімдер үшін әдеттегі іс болатын. Бұл тәжірибе оны сабырлыққа, мұқияттылыққа және жауапкершілікке тәрбиеледі. Жастық шағында Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Сирия мен Йеменге бағытталған сауда керуендеріне қатыса бастады. Сауда меккелік өмірдің басты тірегі еді. Оған қатысу басқа халықтар олардың діндері мен әдеттері жөнінде білім берді. Өзінің адалдығы мен сенімділігі арқасында ол меккеліктер арасында әл-Амин, сенімді деген атқа ие болды. Адамдар оған дауларды шешуді тапсырып, мүліктерін аманат етіп беретін, себебі оның ешқашан сенімге қиянат жасамайтынын білетін. Оның адалдығы іскерлік қарым-қатынаста да көрінді. Бай көпес Хадиша бинт Хувайлид оның адалдығы мен мұқияттылығы туралы естіп, оған Сирияға керуен апарып келуді тапсырды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл тапсырманы табысты орындап, оның абыройлы мінез-құлқы Хадишаны оның ерекше қасиеттеріне сендірді. Кейіннен Хадиша оған некеге шығуды ұсынды. Хадиша Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам жасы үлкен әрі қоғамда беделді болғанына қарамастан, ол бұл одаққа келісті. Олардың некесі адалдық пен өзара құрметтің үлгісіне айналды. Көп жылдар бойы Хадиша оның ең жақын қолдаушысы болып, уахидің алғашқы кезеңінде шешуші рөл атқарды. Пайғамбарлық миссия басталғанға дейін Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқашан пұттарға табынған жоқ. Ол сенімнің тазалығын сақтап, замандастарының көпшілігі үшін әдеттегі болған пұтқа табынушылық рәсімдерге қатыспады. Оның қарапайымдылық, шыншылдық және ұстамдылық сипаттады. Ол меккелік азғын әдеттерден аулақ болып, моральға қайшы сауық сайрандардан әрдайым шет жүрді. 40 жасқа келгенде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Меккенің у-шуынан оқшауланып, уақыттың бір бөлігін оңаша өткізе бастады. Ол қаладан жақын тауларда орналасқан Хира үңгірін таңдады. Сол жерде ол өмірдің мәні, халқының тағдыры, бір жаратушыға құлшылық ету туралы ой жүгіртті. Бұл оңашалану ұлы миссияға дайындық болды. Осындай түндердің бірінде Рамазан айында Хира үңгірінде алғашқы уахи түсті. Оның алдына періште Жебірейіл келіп, оқы Раббыңның атымен, ол жаратты. Ол адамды ұйыған қаннан жаратты. Оқы, Раббың аса ардақты, ол қаламмен үйретті, адамға білмегенін үйретті. Әл-Алақ сүресі 1-5 аяттар деп айтты. Бұл сөздер тарихтың бағытын өзгерткен пайғамбарлық миссияның бастамасы болды. Күтпеген көріністен қорыққан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үйіне асығып барып Хадишаның жанына келді.
Ол оны жұбатып, Алланың оны ешқашан тастамайтынын айтты. Себебі ол әрдайым кедейлерге жәрдем етіп, әлсіздерге мейірім көрсетіп, әділдікті қорғап келді. Хадиша оны қасиетті кітаптарды білетін дана христиан Варқа ибн Науфалға ертіп апарды. Варқа оған уахи періштесі келгенін, бұл Мусаның алдына келген намус екенін айтты. Ол Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам халқы оны қуатынын және ауыр сынақтарға тап болатынын алдын ала хабарлады. Осы уақиғадан кейін пайғамбарлық миссияның алғашқы кезеңі басталды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам әуелі ең жақындарына бір Аллаға иман келтіруге шақыра бастады. Алғашқы мұсылмандар оның жары Хадиша, өзі азат еткен Заид ибн Хариса, жас немере інісі Али ибн Абу Талиб және досы Әбу Бәкір ас-Сыддық болды. Бұл адамдар пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам тірегі әрі кейін біртіндеп өсе бастаған қауымның негізі болды. Алғашқы мұсылмандар оның жары Хадиша, өзі азат еткен Заид ибн Хариса, жас немересі Али ибн Абу Талиб және досы Әбу Бәкір ас-Сыддық болды. Бұл адамдар пайғамбардың тірегі әрі кейін біртіндеп өсе бастаған қауымның негізі болды. Меккелік шақыру кезеңдері және Құрайыштардың қарсылығы. Меккедегі пайғамбарлық миссия 13 жылға созылып, бірнеше кезеңнен тұрды. Алғашқы кезең құпия түрде өтті. 3 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тек жақын ортасын иманға шақырды. Бұл алғашқы мұсылмандардың сенімін нығайтып, болашақ қиындықтарға дайындауға мүмкіндік берді. Арқам ибн Әби Арқамның үйі иман келтіргендердің жиналатын орны болды. Онда олар уахиларды үйреніп, намаз оқып, бір-біріне қолдау көрсететін. Бұл кезең маңызды рөл атқарды. Қауым шынайылық пен өзара жәрдемге негізделген бауырластық ретінде қалыптасты. Уахиларын үйреніп, намаз оқып, бір-біріне қолдау көрсететін. Бұл кезең маңызды рөл атқарды. Қауым шынайылық пен өзара жәрдемге негізделген бауырластық ретінде қалыптасты. Кейіннен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың әмірімен адамдарға ашық шақыруға шықты. Бұл екінші кезеңнің басталуы еді. Ол әуелі өз руы Бану Хашимге үн қатты. Оның бастамасымен шақырылған жиналыста туыстарын бір Аллаға құлшылық етуге және пұттардан бас тартуға шақырды. Алайда көпшілігі оның сөздерін қабылдамады, тек аз ғана бөлігі қолдау көрсетуге дайын болды. Кейіннен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың әмірімен адамдарға ашық шақыруға шықты. Бұл екінші кезеңнің басталуы еді. Ол әуелі өз руы Бану Хашимге үн қатты. Оның бастамасымен шақырылған жиналыста туыстардың бір Аллаға құлшылық етуге және пұттардан бас тартуға шақырды. Алайда көпшілігі оның сөздерін қабылдамады, тек аз ғана бөлігі қолдау көрсетуге дайын болды. Ағасы Әбу Талиб исламды қабылдамаса да оны қорғауға уәде берді. Осыдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам меккелік халыққа жалпы үн қатты. Ол Сафа жотасына шығып, Құрайш тайпаларына қатты дауыспен шақырды. Егер мен сіздерге осы төбенің артында әскер тұр деп айтсам, сенер ме едіңіздер, деді. Бәрі бір ауыздан, иә, сенің шыншыл екеніңді білеміз, сен ешқашан өтірік айтпадың, деп жауап берді. Сонда ол, мен сендерге Алланың елшісімін, егер пұттарға құлшылық етуді жалғастырсаңдар, азаптан сақтандырамын, деді. Бұл сөздер көпшіліктің наразылығын тудырды. Оның ағасы Әбу Лахаб орнына тұрып, саған қасірет болсын, бізді осы үшін жинадың ба, деп айқайлады. Осы сәттен бастап ашық қарсылық басталды. Меккелік кезеңдегі уахилардың негізгі тақырыптары бір Аллаға иман, таухидты орнықтыру, қиямет күні туралы ескерту, иман келтіргендерге уәде етілген сыйлық және ақиқатты жоққа шығарғандарға жазалау болатын. Меккелік кезеңдегі уахилардың негізгі тақырыптары: бір Аллаға иман, таухидты орнықтыру, қиямет күні туралы ескерту, иман келтіргендерге уәде етілген сыйлық және ақиқатты жоққа шығарғандарға жазалау болатын. Уахиларда Нух, Ибрахим, Муса және басқа пайғамбарлардың қауымдары жайлы әңгімелер келтірілді. Бұл оқиғалар арабтарға үлгі болды. Ақиқатты жоққа шығарған барлық халықтар азапқа ұшыраған. Сонымен қатар Алланың мейірімі ақиқатты қабылдаған әрбір адамға құтылу ашық екендігі ерекше айтылды. Құрайыштардың реакциясы бірден дұшпандыққа айналды. Олар исламды өздерінің беделіне қауіп деп санады. Құрайыштар Қағбамен байланысты қажылық пен саудадан пайда табатын
бір құдайшылыққа шақыру пұттардан бас тартуды білдірді, яғни олардың беделі мен табысына соққы болды. Сондай-ақ олар ислам асабияға негізделген рулық тәртіпті бұзып, қоғамның іргесін шайқайды деп қорықты. Қарсылық мазақ пен жалаға ашық қорлауға ұласты. Олар пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сиқыршы, ақын, жындардың әсеріндегі адам деп атады. Сөздік шабуылдан кейін қуғын-сүргін басталды. Әсіресе құлдар мен кедей мұсылмандар ауыр азап көрді. Билал әл-Хабаши азапталды. Оны күйдірген күннің астына шығарып, ыстық құмға жатқызып, кеудесіне ауыр тас қойып, діннен безуді талап етті. Аммар ибн Ясир мен оның ата-анасы да ауыр қинауға ұшырады. Оның анасы Сумайя сабырынан таймағаны үшін өлтіріліп, исламдағы алғашқы шахид болды. Осындай жағдайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам табандылық көрсетті. Ол сахабаларын сабырға шақырып, Алланың сыйын уәде етті. Сахабалардың бірі, неге біз қарсылық көрсете алмаймыз деп сұрағанда, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, әлі соғыс уақыты келген жоқ, қазір сендерге сабыр қылып, иманды нығайту бұйырылды деп жауап берді. Иман келтіргендерді сақтау үшін ол кейбір мұсылмандарға Эфиопияға көшуге рұқсат берді. Онда Наджаши атты әділ патша билік жүргізетін. Ол мұсылмандарға баспана беріп, оларды қайтаруды талап еткен Құрайш елшілеріне бас тартты. Бұл көшу тарихқа алғашқы хижра ретінде енді. Ол иманды сақтау үшін қоныс аудару рұқсат етілген әрі қажет қадам екенін көрсетті. Қысым күшейгенде Құрайштар пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам қолдаған Бану Хашим руына толық бойкот жариялауға шешім қабылдады. Мұсылмандар мен олардың жақтастарын сайға қуып тастады. Олар онда шамамен 3 жыл өткізді. Сауда жасауға тыйым салынды, азық-түлік сатылмады. Олардың әулетімен некеге тұру тоқтатылды. Сынақтар өте ауыр болды. Адамдар аштық пен жоқшылыққа төзді. Көп жағдайда балалардың аштан жылаған дауыстары естілетін. Дегенмен мұсылмандар сабыр қылды. Бойкот тек мұндай шараларды шектен тыс деп санаған кейбір меккелік азаматтардың араласуымен ғана алынып тасталды. Меккелік кезеңдегі пайғамбарлық миссия исламның алғашқы сәттен қарсылыққа тап болғанын көрсетті. Бірақ қысым мен сынақтарға қарамастан қауым нығайды. Алғашқы мұсылмандардың иманы шыңдалып, олардың үлгісі кейінгі ұрпақтарға негіз болды. 4-ші параграф. Қайғы жылы және Таифке сапар. 3 жылдық бойкот аяқталғаннан кейін мұсылмандардың жағдайы біршама жеңілдеді. Олар Меккеге қайта оралуға мүмкіндік алды, бірақ жалпы көзқарас әлі де дұшпандық күйінде қалды. Көп ұзамай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам меккелік кезеңдегі ең ауыр шақтардың бірін бастан өткерді. Бұл кезең тарихта Ам әл-Хузн, қайғы жылы деген атпен белгілі болды. Бұл атаудың себебі екі ауыр қайғы еді. Сол жылы пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам тірек болған екі адам дүниеден өтті. Алдымен оның жары Хадиша бинт Хувайлид қайтыс болды. Ол уахидың алғашқы күнінен бастап оны қолдаған ең жақын адам еді. Ең бірінші оның миссиясына иман келтіргенде алғашқы уахи түнде оны жұбатқан да сол болатын. Ол материалдық және рухани тұрғыдан көмек беріп, оның үйі мұсылмандар үшін панаға айналды. Ал оның сөздері пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жүрегін бекемдеді. Оның қайтыс болуы орны толмас қаза еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тірек пен жұбаныштан айырылды. Көп ұзамай пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам ағасы Әбу Тәліп те қайтыс болды. Ол исламды қабылдамағанымен үнемі пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам Құрайштардың шабуылдарынан қорғап жүрді. Меккеде оның беделі зор болатын. Тірі кезінде Құрайштар пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам тікелей зиян тигізуге батылдары бармайтын. Әбу Тәліп қайтыс болғаннан кейін бұл қорғаныш жойылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам рулық қолдаусыз қалды. Бұл оның Меккедегі жағдайын өте әлсіз етті. Бір жылдың ішінде әйелінен де ағасынан да айырылуы оны қатты қайғыртты. Бұл оқиғалар меккеліктердің дұшпандықты күшейтуімен қатар келді. Құрайштар енді оған ашық түрде қоқан-лоққы көрсетті. Себебі Әбу Тәліптің араласуынан қорықпайтын еді. Соған қарамастан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам миссиясын тоқтатпады. Ол исламды тарату үшін жаңа жолдарды іздеп, Меккеден тысқары жерден
қолдау табуды үміт етті. Осы мақсатпен ол Меккеден оңтүстік-шығысқа қарай шамамен 100 шақырым жерде орналасқан Таиф қаласына барды. Бұл қала бақтары мен құнарлы жерлерімен әйгілі еді. Онда ықпалды Сакиф тайпасы тұратын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам олардың оның үндеуін қабылдайтынына немесе ең болмағанда оған қорғау береді деп үміттенді. Ол қаланың басшыларына Аллаға иман келтіруге және оның миссиясын қолдауға шақырып сөз айтты, бірақ олар оны дөрекілікпен қабылдамады. Таифтың ақсақалдары оны мазақтап, сөздерін мәнсіз деп санап шақыруын жоққа шығарды. Тіпті қарапайым халық пен жасөспірімдерді оған айдап салды. Жиналғандар оны қоршап айқайлап таспен атқылады. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам аяқтары жараланып, денесінен қан ақты. Бұл оның өміріндегі ең ауыр сынақтардың бірі болды. Қорлық пен ауыртпалыққа қарамастан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Таиф тұрғындарына лағнет айтпады. Ол Аллаға дұға жасап, өз әлсіздігін білдіріп, тек оған сүйенді. Оның дұғасынан толық мойынсұнушылығы көрінді. Ол Раббысынан өзін қолдаусыз қалдырмауын сұрады, бірақ өзін жоққа шығарған адамдарға апат тілемеді. Кейін ол, егер Аллаһ Тағала олардың ұрпақтарынан өзін құлшылық ететіндерді шығарса, мен разымын деді. Таифтан қуылғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге қайта оралды. Қалаға кіру өте қауіпті еді. Қорғаны жоқ, ол Құрайыштардың шабуылына ұшырауы мүмкін болатын, бірақ оған Мут'им ибн Ади есімді адам көмектесті. Ол мұсылман болмағанымен пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам қорғаншылық көрсетті. Оның қамқорлығы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қалаға кіріп миссиясын жалғастырды. Барлық сынақтарға қарамастан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шақыруын тоқтатпады. Ол исламды тарату үшін жаңа жолдар іздей бастады. Сол жолдардың бірі қажылыққа келгендермен кездесу болды. Ол әртүрлі тайпалардың өкілдерімен сөйлесіп, таухидтың негіздерін түсіндірді. Өзінің миссиясын жеткізді. Көпшілігі оны қабылдамады, бірақ кейбір топтар қызығушылық танытты. Дәл осы кездесулер болашақ жеңістердің хабаршысы болды. Ол әртүрлі тайпалардың өкілдерімен сөйлесіп, таухидтың негіздерін түсіндірді. Өзінің миссиясын жеткізді. Көпшілігі оны қабылдамады, бірақ кейбір топтар қызығушылық танытты. Дәл осы кездесулер болашақ жеңістердің хабаршысы болды. Осы арқылы ол Ясриб тұрғындарымен танысты. Олар көп ұзамай ислам тарихында шешуші рөл атқарды. Осылайша қайғы жылы аяқталды. Ауыр сынақтар мен жоғалтулар, қорлықтар кезеңі. Бұл кезең пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам ең үлкен сабыр мен беріктігін көрсетті. Ол ең жақын тіректерінен айырылып, Таиф тұрғындары оны жоққа шығарған кезде де миссиясын тоқтатпай, Алланың көмегіне ғана сүйеніп, ақиқатқа шақыруды жалғастырды. 5-ші параграф. Ясриб тұрғындарының исламды қабылдау және Ақаба келісімдері. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайғы жылын және Таиф сапарын бастан кешіргеннен кейін ол исламды тарату үшін жаңа жолдарды іздеуді жалғастырды. Сол мүмкіндіктердің бірі жыл сайын қажылық маусымында Меккеге келетін қажылармен сөйлесу еді. Олар араб түбегінің әртүрлі тайпаларын таныстыратын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға таухид негіздерін түсіндіріп, пұттарды тастауды шақырды. Көпшілігі оны қабылдамағанымен арасында ақиқатты іздегендер де болды. Солардың ішінде Ясриб, кейінгі Мәдина тұрғындары бар еді. Бұл қала Меккенің көпшілігін қабылдамағанымен арасында ақиқатты іздегендер де болды. Солардың ішінде Ясриб, кейінгі Мәдина тұрғындары бар еді. Бұл қала Меккенің солтүстігінде орналасқан. Онда екі үлкен араб тайпасы Аус пен Хазраж өмір сүрді. Олар арасында ұзақ уақыттан бері қиян-кескі дұшпандық жүріп жатқан. Қақтығыстар талай адамдардың өмірін қиды, ал Ясриб тұрғындары бітпейтін соғыстардан қажыды. Қалада сондай-ақ Тәуратты білетін көптеген яһудилер бар еді. Олар арабтарға Мұсаға ұқсас пайғамбардың жақында келетіні туралы жиі айтатын.
мұның бәрі күту мен рухани ізденіс ахуалын қалыптастырды. Қажылық маусымдарының бірінде пайғамбарлықтың 11-ші жылында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Ясриптен келген шағын топпен кездесті. Ол оларға исламды, таухидты және қиямет күнін түсіндірді. Оның сөздері оларды қатты әсерге бөледі. Олар: бұл тура бізге яһудилер айтқан нәрсе, біз олардан бұрын қабылдайық деді. Олар исламды қабылдап еліне оралып, естігендерін өз тайпаларына жеткізді. Келесі жылы Ясриптен келген топ бұрынғыдан да көп адаммен оралды. Олар пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбармен кездесіп, тарихта Ақаба алғашқы серт, Байат әл-Ақаба әл-Уля деп белгілі болған келісім жасады. Бұл келісімде олар Аллаға серік қоспауға, ұрлық жасамауға, кісі өлтірмеуге, зина жасамауға, балаларын қараусыз қалдырмауға, игі істерде пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қарсы шықпауға серт берді. Бұған жауап ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оларға райды уәде етті. Бұл келісімде қарумен қорғау міндет болмады, бірақ ол Ясриб тұрғындарының исламды қабылдауындағы алғашқы ресми қадам еді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірақ ол Ясриб тұрғындарының исламды қабылдауындағы алғашқы ресми қадамы еді. Бір жылдың ішінде ислам Ясрибте тарай бастады. Алғашқы серттен кейін қайтқан делегация өз қауымдарына Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үндеуін жеткізді. Аус пен Хазраж тайпалары жаңа дінде татуласу мен бірігудің мүмкіндігін көре бастады. Пайғамбарлықтың 12-ші жылында Ясриптен жаңа үлкенірек топ келді. Олар Ақаба тауында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен кездесіп, тарихта Ақабадағы екінші серт, Байт әл-Ақаба әс-Сәния деп белгілі болған келісім жасады. Бұл келісім алғашқыдан маңыздырақ болды. Бұл жолы Ясриб тұрғындары пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам әйелдер мен балаларын қорғауға серт берді. Олар Құрайыштармен және басқа тайпалармен қақтығысқа түсу қаупін түсінгенімен ақиқат үшін бұл қадамға барды. Бұл кездесуде жас сахаба Мус'аб ибн Умайр де болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны жаңа мұсылмандарды үйретіп, сенім негіздерін түсіндіру үшін Ясрибке алдын ала жіберген еді. Бір жылдық еңбегінің арқасында Ясрибте ислам кеңінен тарады. Екінші сертке келгендердің едәуір бөлігі жаңа дінді қабылдауға бейім болды. Екінші серт шешуші кезең болды. Ол мұсылмандардың Меккеден Ясрибке қоныс аударуына жол ашты. Енді оларда нақты пана болатын орын мен қорғауға дайын одақтастар бар еді. Осыдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына хижра жасауға рұқсат берді. Мұсылмандар біртіндеп шағын топтармен Меккеден Ясрибке қоныс аудара бастады. Енді олардың нақты пана болатын орын мен қорғауға дайын одақтастар бар еді. Құрайыштар жағдайдың бақылаудан шығып бара жатқанын түсінді. Исламның жаңа орталыққа ие болу қаупі олар үшін анық болды. Олар пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам өлтіру жоспарын құра бастады. Оның миссиясының таралуын тоқтатқысы келді, бірақ Алланың тағдыры өзгеше еді. Хижра Ясрибке жасалуы тиіс болды. Ол ислам тарихындағы жаңа дәуірдің бастамасы еді. 6-шы параграф. Мәдинаға хижра және меккелік кезеңнің аяқталуы. Ақабадағы екінші серттен кейін мұсылмандар тарихта алғаш рет Меккеден тыс жерде өз қауымдарын құру мүмкіндігіне ие болды. Ясриб тұрғындары пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам және оның ізбасарларын қорғауға уәде берді. Бұл Құрайыштардың қыспағынан шаршаған мұсылмандарға үлкен үміт сыйлады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына Ясрибке қоныс аударуға рұқсат берді. Олар Құрайыштардың күдігін туғызбау үшін біртіндеп шағын топтармен көшіп кете бастады. Отбасылар мен жеке мұсылмандар үйлерін, мал мүлкін, тіпті кейде туыстарын тастап, иманды сақтау үшін жолға шықты.
Бұл меккелік пұтқа табынушылар үшін дабыл болды. Олар исламның жаңа орталық алып күшейе түсетінін түсінді. Егер мұсылмандар бірігіп қорған табатын болса, олар үлкен күшке айналары анық еді. Мұны болдырмау үшін Құрайш көсемдері пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам өлтіруге шешім қабылдады. Даран Надвада жиналған кеңесте олар әртүрлі ұсыныстарды талқылады. Оны түрмеге жабу, Меккеден қуып шығу немесе өлтіру. Ақырында олар өлтіруде тоқтады. Жоспар бойынша әр тайпаның өкілдері бір мезетте оған қылышпен соққы жасауы тиіс еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл қастандықты уақиға арқылы білді. Қастандықшылар оның үйін қоршаған түні ол жас немеренісі Әли ибн Абу Талибке өзінің төсегіне жатуды тапсырды. Сөйтіп дұшпандарды алдады. Өзі Әбу Бәкір ас-Сиддықпен бірге үйден шығып Меккеден алыс емес жерде орналасқан Саур үңгіріне жасырынды. Олар 3 күн бойы сонда қалды. Құрайштар оларды барлық жерде іздеді, тіпті үңгірдің аузына дейін келді, бірақ Алла елшісін саллаллаху алейхи вассалам қорғады. Риуаятта айтылғандай, өрмекші үңгірдің аузын торлап көгершін сонда ұя салған еді. Преследователь үңгірде ешкім жоқ деп ойлап кері қайтты. 3 күннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Әбу Бәкір Ясрибке қарай сапарға шықты. Олармен жолды жақсы білетін бір кісі бағыт беріп отырды. Жол өте қауіпті болды. Құрайыштар Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам қолға түсіргенге сыйақы жариялаған еді. Ең мықты салт аттылардың бірі Сурақа ибн Мәлик қуғынға шықты, бірақ ол жақындаған сайын аты құмға батып қала берді. Ол мұны ерекше белгі деп түсініп қуғынды тоқтатты. Тіпті кейін пайғамбардан саллаллаху алейхи вассалам қауіпсіздік уәдесін алды. Бірнеше күндік жолдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен оның серігі Ясриб маңына жетті. Қала тұрғындары оны күтіп отырған еді. Оның келуі туралы хабар жеткенде халық қуана қарсы алуға шықты. Балалар, ерлер мен әйелдер көшелерді толтырып шаттықпен оны қарсы алды. Ясрибке келуі шешуші сәт болды. Аус пен Хазраж тайпалары оны төреші әрі басшы ретінде қабылдап, қаланы басқаруды және оларды татуластыруды сенім тапсырды. Енді Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам миссиясы тек уағызбен шектелмей, саяси басшылық деңгейіне көтерілді. Бұл көшу, яғни хижра Григориан күнтізбесі бойынша 622 жылы болды. Дәл осы оқиғадан исламдық күнтізбе басталды. Хижра 622 жыл басталды. Дәл осы оқиғадан исламдық күнтізбе басталды. Хижра мұсылмандар қауымының әлсіздік пен қудалау кезеңінен тәуелсіздік пен дербестік кезеңіне өтуін білдірді. Меккелік кезең 13 жылға созылды. Осы уақытта ислам ілімдерінің негіздері қаланды. Бір Аллаға иман, қиямет күніне сенім және пайғамбарлыққа иман. Қауым саны жағынан шағын болғанымен, олардың сенімі мықты еді. Олар мазақты, бойкотты, азапты, туыстарынан айырылуды және қуғынды бастан кешірді. Бұл сынақтар Мәдинаға ислам қоғамын құруға дайындық болды. Хижра меккелік кезеңнің шарықтау шегі әрі жаңа дәуірдің бастауы болды. Осы сәттен бастап ислам тек діни қозғалыс қана емес, саяси және әлеуметтік құрылымы бар қауымға айналды. Мұсылмандарды жаңа күрестер күтіп тұрды. Бірақ енді оларда еркін өмір сүріп, иманды ашық ұстануға болатын қала бар еді. Бекіту сұрақтары. 6-7 ғасырлардағы араб рулық құрылысының негізгі ерекшеліктері қандай еді? Асабия ұғымы нені білдіреді және ол арабтардың өміріне қалай әсер етті? Пайғамбарлықтан бұрын Арабияда қандай діндер болған? Қағбаның бүкіл араб түбегі үшін маңызы неде еді? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қай тайпа мен руға тиесілі болды? Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам кім тәрбиеледі? Пайғамбарлыққа дейін Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қандай лақап алды және қандай қасиеттері үшін? Хира үңгіріндегі алғашқы уахи қалай болды және қандай аяттар түсті? Пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам ең алғашқы иман келтірген жақындары кімдер болды? Құпия шақыру кезеңінде алғашқы мұсылмандар Меккеде қайда жиналатын? Сафа жотасында ашық шақыруға меккелік қауым қалай жауап берді? Құранның меккелік сүрелерінде қандай негізгі тақырыптар қамтылды? Алғашқы мұсылмандардың ішінде Құрайштардан ең қатты қудаланғандар кімдер болды? Алғашқы хижра қалай өтті және Наджаши қандай рөл атқарды?
бәну хашим сайындағы 3 жылдық бойкот қалай өтті және немен аяқталды? Неліктен пайғамбарлықтың 10-шы жылы қайғы жылы деп аталды? таиф тұрғындары пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам қалай қарсы алды және олардың әрекетіне қалай қарады? Ясриб тұрғындары неліктен меккелік қауымнан гөрі исламға ашық болды? Ақабадағы алғашқы және екінші серттің айырмашылығы неде еді? Мәдинаға хижра ислам мен мұсылман үмбетінің тарихы үшін қандай маңызға ие болды? Садақаллаху